Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айкүн, және де бүгін менде бітіру кеші, яғни выпускной. Егер де менің бітіру кешім, яғни выпускнойым қалай өткенін көргілерің келсе, біз қалай рассветті қалай күткенімізді көргілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, біз қазір салонға барайық деп жатырмыз. Менде осындай образ. На продажу, да? Правильно. Біріне ауыстырылды дейді. Екісін біріне ме? Ага. Вот этот я купила, который на сегодня, сейчас на выпускной. Достар, біз келдік. Міне, Алина, Даяна. Кәс. Мынау Инабат, мынау Лия, мынау Айлара. Біз бетке тұратын жер таптық. Мына фото қатып отыр. Отырайын ба? Что тұрмын ба? Міне, мынау бізде фуршетный стол. Уже дым қалмады фуршетный столдан. Но біздің камерка осыған фото қатып отыр. Жесткий фото қатып отыр. Я, смотрите. Yo, I'm a princess. I'm a queen болып тұрмын. Біз шығайын деп жатырмыз. Құрметті қадірлі 11-ші А сыныптың сынып жетекшісі Аида Қарақбаевна ортаға келсе. Жастар ортаға келсе. 11-ші А сыныптың сынып жетекшісі Жанар Сейдахметқызы. 11-ші сонымен қатар біздің залушыларымыз осында Нұргүл Баймоллақызы, Гүлмира Рысбайқызы. Брейкданс бере алатын бір адам. Шабаларымыздыңыздар, қош кел! Жестко видите? Айдаладағы. Арай Вообще супер. Что я?
Просто бізде, короче, порожняк ситуация вот, как всегда. Мы не можем пойти встречать рассвет, потому что кто-то что-то накосячил. Теперь я не знаю, что делать, потому что это именно образы специально рассветке сатып алам, а тут говорят, что типа его не будет, мен білмеймін істейтінімді. Жылағымыз келіп отыр. Ну, мен дым жемедім, наверное, только суши жедім, салат жедім. И самса жедім, болды. И чисто сушняк ішіп отырып қой. Макси чай, су, Макси чай, су. Ана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма? Привет, Тендер. Привет. Ой, привет. Yo. No, Даян сағат неше отқа көшесіз? Көп нәрсені көрмейміз, бірақ біздің қасымызда да негізі бізге көрінбейтін сушилер көп болады негізі, сол үшін ғой. Я имею в виду хорошие и плохое тоже, поэтому я говорю, сендерге сол үшін жақсылықтардың барлығын тілеймін. Армандарың орындалып, бұйырса қалаған өміріңе түседі. Тек қана денсаулық берсін. Адам болу деген сияқты. Мысалы, әр моментімізді бағалайық. Қазір естіп отырғанымыздың өзіне. Әрқайсына жақсылық тілеймін. Сендер әрқайсымыздың жүрегіміз ерекше қаласыңдар. Әйтсе 50-60-қа келсек те, мүмкін араласпай кетсек те, бірақ сендерге шын жүректен ана бақытына, ел бақытын, болашақта қыз бақытын тілеуді сендер тілектеспін сендерге. Аумин, айтқан келсін. Осы грант үміткері, грант иесі атанып бұйырсын сендерге. Денсаулықтарыңыз зор болсын, ең бастысы грант. Біріншіден денсаулық болсын, екіншіден отбасыларың аман болсын. Үшіншіден болашақтарын ашық, жарқын болсын. Төртіншіден грант иегерлері болыңдар. Бесіншіден пожизненно удачливый человек. Аумин. Хочу пожелать каждому из нас здоровья. Здоровье важнее всего, даже денег. Давайте не тратить молодость на какую-то фигню, давайте лучше тратить на какие-то хорошие, запоминающие моменты. Ведь каждый момент для нас ценен. Ведь никто не знает, сколько мы проживем же ведь. Джана. Но это правда, хотя горькая. Хотелось бы жить вечно. Кітап жасайсың? Но бывает. Айтарым, не говорю то, что грант, но хотя бы өз жүректерін қалаған мамандықтарыңа түсулеріңе тілектеспін. Главное, что вы счастливы, вот это самое главное. Счастье и здоровье. Остальное все пройдет, это мгновенная вещь. Біз крепостьқа баратырық. Рассвет күтуге. Біз келдік. Мен жүрмін осылай пауэрбанкпен. Өте әдемі көрініс. Мен ойымша. Деп. Біз фотоға түсіп жатырмыз аяқтау. Мынау левый мектеп. Рассвет шықты. Өзінің суреттерінен басқа. Біз болдық рассвет күтіп. Прям сен де мен де әдем шоқыр. Сөйлеген телефонда. Окей. Өйтіп жатыр маған что көстіп. Үй қайтып баратырмын.